Устаз платформасына қазір мұғалімге қатысқан бір бақылаушы ретінде мұғалімнің бір сабағын кіргізетін боламыз. Мінеки өзімнің ЭЦП бойынша Устаз платформасындағы жеке кабинетіме кірдім. Енді мына сол жағында тізімде окошкасы бар ғой, ұстаз деген жазудың қасына, соған басамыз батырмаға, бақылау парақтары деген батырмаға кіреміз. Енді мына жерден қосу деген батырма оң жағында, соған кіреміз. Бақылаушы лауазымы, бұл жерге өз лауазымын жазам. Так, директордың әдістемелік жұмысы жөніндегі орынбасары деп. Елді мекен деген жерге өзіміздің Жетісу облысымызды таңдаймыз. Ұйым түрі. Так, біздікі орта білім беру ұйымы. Мына жерге мектебімізді таңдаймыз. Сайын Мұратбеков атындағы номер 9 орта мектеп. Оқытушының аты жөні деген жерге, осы жерде бақыланушы Бекбосыноваға кірем. Так, Бекбосынова. Маржан. Так, осының ішінен іздейміз. Былай шыға келмейді екен. Ішінен іздейміз. Так. Бекбосынова Маржан. Бекбосынова Маржан Нұртөлеуовна. Ары қарай көтереміз. Лауазымдық мамандығы информатика. Міне өзі шығады. Математика, информатика, есептеу техникасы. Санаты шығады. Бақылау парағының үлгісі шығады. Бұл жерде орта білім беру деген таңдаймыз. Іс-шара түрі дегенді ашамыз. Сабақ, пән, информатика деп жазамыз. Так, информатика деп шықты. Енді күнін жазамыз. Алдын ала бақылау парағын дайындап қойдым қағаз түрінде, сабаққа қатысып. Енді бұл жерде күнін таңдаймыз. Бассаңыз осындай календарь шығады. Календардан 2024 жылдың қазан айындағы 4 қазандағы қатысқан сабақ. Оқыту мақсаты. Мақсатын жазамыз. Берілген логикалық элементтер үшін ақиқат кестесін құру деген мақсатын жазамыз. Тақырып жазамыз. Тақырыбымыз ақиқат кестесін құру. Так, енді астында сабақтың мақсаттарын жазамыз. Бұл жерде оқу мақсатынан шыққан сабақтың мақсаттары. Логикалық элементтер үшін ақиқат кестесін құра алады. Логикалық элементтер арқылы
логикалық элементтер арқылы ой өрісін дамыту. Ары қарай сыныптың 10-шы В сыныбы сақтаймыз, осы жерден сақтаймыз. Енді бағалаудың мониторингі өзі шыға келеді мына жерде. Енді берілген балдарымызды есептейміз. Бұл жерде бізде 61 балл берілген, әріптестер. Енді осы жерден қасында астына қарасаңыздар, 0,36-ға дейін әрбір сұрақтың 0 балл, 1 балл, 2 балл, 3 балл деген ұяшықтар тұр. Осы жерде мысалы үшін біріншісіне 1 балл, екіншісіне тағы да 3 балл, үшіншісінде 1 балл деп разбаловкасын қоямыз. 2 балл. Ең соңына келген кезде ұсыныс деген ұяшық шығады. Сол жерге ұсынысты жазамыз да өз ЭЦП-мізбен бекітіп қол қойып жабамыз. Сол кезде осы мұғалімнің, Бекбосынова Маржанның несін жеке кабинетіне ашқан кезде бірінші титулды парағында осы сабақ балымен шығып тұрады.